Күдірдің жұпар иісі. Ұлық Алла адамды мүсіндеп, күллі мақұлықты көрсін деп шақырады. Бүтін жан-жануар ағылып кеп, адамды тамашалап, кезегімен көріп кетіп жатады. Олардың ішінде күдір деген аң да бар еді. Өзге жануарлар адамның бойынан артықша сұлулық байқамай, тамсанбастан өтіп кетеді. Күдір ғана оның ерекше есеппен жасалған таңғажайып дене пішіміне таңғалады. Таңғалғаны сонша, аузы ашылып ұзақ уақыт кетпей адамды сырттай бақылап тұрыпты. Адамның бойындағы сұлулық пен көркемдікті көре білген зеректігі ұлық Аллаға бірден ұнайды. Хақ тағала күдірдің кіндігінде ешбір жануардың бойында жоқ айрықша жұпар иіс дарытады. Оған мекендеуге Алтайдың әсем табиғатын нәсіп етеді. Жұпар иістен жүректері айныған жыртқыш аңдар күдірге жоламайды. Ерекше иісінің арқасында күдір қауіпсіз тіршілік кешеді екен. Ол әліге дейін орманда адамды көрсе, адамның тұрпатына тамсанып сыртынан бақылап тұрады екен деседі.